Ертеде алдар көсе деген өте қу бір кедей болыпты. Ол бір күні: Мына далада байдың үйі бар дейді. Сол байды бір алдап көрейін. Мына қойлар менікі. Ешкімге бір түйір жүнде бермеймін. Ассалаумағалейкум, Байеке. Уағалейкум ассалам. Не керек саған, жолаушы? Менде сиқырлы том бар, Байеке. Қыста киген адам тоңбайды, жазда терлемейді. Бай бір сәтке қиялдап кетеді. Рас па? Ондай тон менде жоқ. Қанша тұрады? Ештеңе сұрамаймын, тек бір түн үйімізде қонайын. Ертең көрсетем. Бай ұйықтап қалады. Алдар көсе оның қойларына барып айла ойластырады. Сараң байдың аш көзін бір сынап көрейін. Менің сиқырлы тоным міне сенің қойыңды да жылдам жылытып әкетеді. Алдар байдың бір тоқтысын арқанмен шешіп, есегіне байлап қояды. Ойбай, бір қойым жоқ. Байеке, менің сиқырлы тонымды қой киіп кеткен шығар. Жылуды сезіп қашып кетіпті ғой. Сонда қалай? Сараңдық пен аш көздіктің емі жоқ, Байеке. Жақсы адам болсаң тоныңды да, малды да ешкім ұрламайды. Содан бері ел Алдарды айласы асқан Алдар көсе деп айтып кетіпті.